Ассалаумағалейкум, эфирде ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Сіздермен бірге мен Жандос Сатыбалды. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Мәңгілік ел көшесінің бойынан бастау алатын Арбатта мерекелік кеш өтті. Мемлекеттік қызметшінің әдебі қоғам айнасы. Қазақстандықтар желіде Абай өлеңдерін оқудан эстафетаны жалғастыруда. Ағымдағы жылдың шілде айының 12-ші жұлдызында қала қонақтары ерекше демалыс орнының куәгері болды. Сатпаев қаласының мәдени сауық орталығы және Сатпаев қаласының жастар ресурстық орталығының бірлескен жұмысының нәтижесінде Мәңгілік ел көшесінің бойынан бастау алатын Арбатта қала әкімінің қатысуымен мерекелік кеш өтті. Тақырыпта толығырақ әріптесім Алтынгүл Мәжекенқызы тарқатады. Келбеті жыл санап ажарланып келе жатқан Сатпаев қаласында алғаш рет Арбат үлгісіндегі көше пайда болды. Мұндай саяжол тек тынығу, серуенде орны ғана емес, сәулетімен де көз тартатын шығармашылық ортаға айналмақ. Өткен жұмада Сатпаев қаласының мәдени сауық орталығы және де Сатпаев қаласының жастар ресурстық орталығының бірлесе ұйымдастыруымен Мәңгілік ел көшесі бойындағы Арбатта қала жастары мен қала көркем өнерпаздарының қатысуымен ковер-бенд парти, гитара пати, кір көтеру, арқан тарту және де караоке батл іс-шара ұйымдастырылды. Мәңгілік ел көшесінің жаңа тынысын көру үшін қала әкімі Асқар Ыдырысов арнайы қатысып, аталмыш шарада өнерпаздарға шығармашылық табыс тіледі. Сондай-ақ жастармен бірге гитарада ойнап, ән айтты. Жиналған жұртшылық жастардың және де ән орындағысы келген. Ән орындаушының жанды дауыста орындаған әндерін тыңдай алды. Мен Бейбарыс Байғазин. Бүгінгі Мәңгілік ел көшесі бойында ұйымдастырылып жатқан кешкілік шарада қала әкімімен бірге ән айттым. Бұл шара өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Қаламыздың жастары атына осындай игі шараны қолға алып отырған ұйымдастырушыларға алғыс айтамын. Осындай шаралардың көмегімен жастардың бос уақыты тиімді өтеді деп ойлаймын. Сатпаев қаласының волонтерлары қала тұрғындарын қызықтырып, алаңға жинау мақсатында заманауи флешмоб биін биледі. Концертті әрлендіре түскен Сатпаев қаласының жалынды байсалды жастарының арасында арқан тарту және кір көтеру сайыстары ұйымдастырылды. Жеңімпаздар мен кешкілік концертке қатысқан барша өнерпаз мәдени сауық орталығының естелік сыйлықтарымен марапатталды. Кешкілік концертте бүлдіршіндерге арналған аквагрим бетке сурет салу өнерде жүргізілгендігін атап өтейік. Ұйымдастырушылардың айтуынша Арбатта өткен караоке батлдың басты мақсаты қаланың жастары мен тұрғындар арасында атақты эстрада әншілерінің өлеңдерін айту арқылы өз шығармашылық қабілеттерін шыңдау, қала жастарының шығармашылық потенциалын ашу, бос уақытын ұйымдастыру, сондай-ақ мерекелік көңіл-күй атмосферасын қалыптастыру. Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге деп Абай Құнанбаев атамыз айтпақшы, адам баласы үшін кітап тілсіз тәрбиеші. Білімнің мөлдір бұлағымен қаншама адамды сусындатып, олардың рухани дүниесін молайтып, кітап арқылы дүниетанымын кеңейтуге тағылымы мол, тәрбие ошағына айналып отырған кітапхананың алар орны ерекше. Кітапқа деген сүйіспеншілік тудыру әрбір кітапханашының міндеті. Міне, өздеріне артылған міндеттерін кез келген шарада көрсете білетін қаламыздың кітапханашылары бұл жолы да өз міндеттерін ұтымды пайдалана білдім. Жұманың кешін қызықты ұйымдастырған жастарымыз мерекелік кешпен қатар кітапты оқы, басқаға бер, кітап айналым акциясын тамашалады. Мәңгілік ел көшесінде орындықтарды тиісті түрде безендіріп, орталық кітапхана қызметкерлері Сатпаевтықтарға арнаған кез келген кітапты алуға мүмкіндік берді. Зияткерлік флешмобқа Сатпаев қаласының қонақтары да қатыса. Интернет желісі жаулаған заманда кітап оқуға мүмкіндік жасаған кітапханашылар 50-ге жуық кітапты қала тұрғындарына ұсынды. Алтынгүл Мәжекенқызы, Еркебұлан Бердібаев, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Халыққа қызмет ететін адамдардың адалдығы және әділдігі, өз жұмысына деген жауапкершілігі, қоғам мен азаматтардың сенімін туғызуы әрбір мемлекеттік қызметтердің міндеті. Демек, адамдар арасында осы қызметші туралы дұрыс пікір, оң көзқарас, оған деген айқын сенімділік қалыптасуы қажет.
Бүгінде көпшілік мемлекеттік қызметкерлердің білім біліктілігінен бұрын адамгершілік қасиетін, мәдениеттілігін талап ететін рас. Өйткені әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігі олардың жұртшылық алдындағы мемлекеттік басқару органдарының имиджін анықтайтын мінсіз әдеп, мінез құлықтарымен қатар жүруі керек. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам. Ұлт жоспары аясында мемлекеттік қызметшілердің жаңа әдеп кодексі қабылданып, этикалық нормаларды бұзуға әкелетін және де жемқорлық құбылыстар туындататын жағдайлардың алдын алу бойынша шаралар қарастырылған болатын. Бұл кодекс халықтың мемлекеттік органдарға сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынастың жоғары мәдениеті қалыптастыруға және де мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз әрекетінің алдын алуға бағытталған. Яғни бұған қарап отырып, біз бұрынғыға қарағанда мемлекеттік қызметшілерге қойылар талаптардың күшейгендігін байқаймыз. Мемлекеттік қызметшінің моральдық бет-бейнесі мен этикасына айрықша көңіл бөлінудің астарында оның іскерлігі ғана емес, сонымен қатар айналасындағыларға құрметі мен ізеті де сараланады. Осы тұрғыда аталмыш қызметкерлердің әдебі жайлы Сатпаев қалалық тауарлар мен көрсетілген қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы Гаухар Жалмурзина өз ойымен бөлісті. Мемлекеттік қызметшінің әдебі мен мінез құлық нормалары әр мемлекеттік қызметтің басты міндеті. Оны әрбір мемлекеттік қызмет сақтау керек. Осы мемлекеттік қызметтің арнайы өкілі тағайындалды осы күндері. Біздің Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің тарапынан Бисмилдин Файзулла Букеевич деген кісі арнайы тағайындалды. Осы этика мемлекеттік қызметтің жаңағы әдебі менен мінез құлқын қадағалауын, халықтың арыз өтініштерімен жұмыс істеу үшін, әрбір мемлекеттік қызметінің іс жағдайын қадағалап отыру үшін. Ел мүддесі, халық игілігі бәрінен жоғары тұрғанда ғана нәтижелі жұмыс болады. Мемлекеттік қызметші мемлекеттік биліктің айнасы іспетті. Оның ар-ожданы биік, әділетті, талантты, ұйымдастырушылық қабілеті бар екендігін қоғам бағалайды. Халық сенімі мемлекеттік қызметшінің мемлекеттік қызметі қаншалықты сапалы көрсеткендігіне қарап нығаяды. Сондықтан әрбір мемлекеттік қызметшінің халықтың мүддесіне қызмет етіп, көкейкесті мәселелерді заң шеңберінде шешуі талап етіледі. Алтынгүл Мәшкенқызы, Аслан Амиров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай ақынның өлеңдерін оқудан Шынар Шәкенова есімді оқытушының бастамасымен қолға алынған жоба желі қолданушылар арасында қолдау тауып, белсенділік артуда. Бұл эстафетаны нұрсұлтандық 9 жасар Ләйлім Шырақ ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа жолдаған болатын. Нәтижесінде президент эстафетаны қолдап, челлендж ел арасында кеңінен таралуда. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында. Оған қайғы жесе. Абай қазақ руханиятының басты тұлғасы, оның шығармасы қазақ жерінде жылдан жылға мұра болып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп қана қоймай, әлем тілдеріне аударылып, ғаламға тарады. Осыған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлы Абайдың 175 жылдығын бүкіл республика бойынша атап өту туралы қаулыға қол қойды. Бұл қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Себебі Абай әр қазақтың сүйікті ақыны. Ол менің де сүйікті ақыным. Ұлы тұлғаның өлеңдері мен шығармаларын білмейтін қазақ жоқ шығар. Әрқайсыңыз Абайдың кем дегенде бір өлеңін жатқа білесіздер. Сондықтан Абайды дәріптеп шығармасынан бір үзінді оқитын челлендж бастаймын. Кім менімен бірге деп Еуразия ұлттық университетінің оқытушысы Шынар Шәкенова осылайша челленджді бастап берген болатын. Желі қолданушылары Абай өлеңдерін оқудан жарысып, әркім әртүрлі стильде өнерлерін көрсетуде. Өз кезегінде Сатпаев қаласының жастар ресурстық орталығының жастары бұл бастаманы қала деңгейінде алғашқылардың бірі болып бастап, қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы Бақытжан Жайлаубаевқа жолдаса. Бақытжан Өміртайұлы кезекте эстафетаны Қазақмыс корпорациясының жастар болашақ ұйымының төрағасы Сабыржан Тембаевқа және де дін сұрақтары бойынша ақпарат және кеңес беру орталығының басшысы Амангелді Құрақбайға жолдаған болатын. Мен Жайлаубаев Бақытжан, Сатпаев қаласының ішкі саясат бөлімінің басшысы ретінде Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған Абай өлеңдерін оқу эстафетасын Сатпаев қаласының жастар ресурстық орталығының еріктісі Әбілжанов Әділет Бағдатұлынан қабыл алдым. Келесі Ұлы Абайдың «Жігіттер ойын арзан күлкі қымбат» өлең шумақтарын өздеріңізге арнаймын. Жігіттер ойын арзан күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сырмен сымбат, арзан жалған күлмейтін үшін күлерлік,
ер табылса жарайды, қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр көңіл ұққанынша, сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар. Абайлар әрбір сөзді өз халынша. Шын көңілмен сүйсе екен кімді сүйсе, бір сөзімен тұрса екен жанса күйсе, қырмызы қызыл жібек боз балалар, оңғал пылдай бұлғайды, бірдім тисе. Келесі эстафетаны Қазақмыс корпорациясының жастар болашақ ұйымының төрағасы Тембаев Сабыржан Асқатұлына және де Сатпаев қаласының дін сұрақтар бойынша ақпарат және кеңес беру орталығының басшысы Құрақбай Амангелді Қайратұлына жолдаймын. Жұрт видеоларын желіге жүктеп бір-бірінен қалыспады. Ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойына арналған жоба бүгінгі күні әлі де жалғасын табуда. Хакім Абайдың 175 жылдығына арналған эстафета осылайша елімізде кеңінен таралып, тіпті шетелдіктерде бұл эстафетадан қалыс қалып жатқан жоқ. Белгілі әртістермен қатар шетел әншілері де осы эстафетаны жалғастырушылар қатарынан көрінуде. Ақшан телеарнасының ұжымы да бұл эстафетадан қалыс қалмақ емес. Мен ұлы ақынның жазғы тұры өлеңнен үзінді оқып эстафетаны жалғамақпын. Жазғы тұры қалмайды қыстың сізі, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, атанадай ел жүрер күннің көзі деп, Дана Абайдың 175 жылдығына арналған эстафетаны жалпы жүрегі қазақ деп соғатын барша қазақстандықтарға жолдағым келеді. Абайдың тағылымын жастардың санасына сіңіру, ұлы тұлғаның ой толғамдарын кеңінен дәріптеу бақытында бұл эстафетаның алар орны ерекше болмақ. Алтынгүл Машкенқызы, Аслан Амиров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар осындай болды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.